Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте ерекше клейгейлі соуста әзірленетін паста болонезе әзірлейтін боламыз. Бізге керегі тартылған ет, саңырауқұлақ, ірімшік, пияз және де 2 тіше чеснок керек. Ең алдымен саңырауқұлақтарымызды осы 2-ге бөліп, осылай турап алатын боламыз. Менде 3 саңырауқұлақ кетті. Негізінде 3 немесе 4 қолданамын. Осылай барлық саңырауқұлақты турап алғаннан кейін чеснокты турап алатын боламын. Чеснокты да майдалап, сақтап турап алатын боламын. Одан кейін табамызды отқа қойып, қыздырып, үстіне зәйтүн майын құям, немесе кәдімгідей күнбағыс майын құйсаңыздар болады. Оның үстіне кішкене сары май салып, кішкене ертіп қыздырып алатын боламыз. Бір чесногымызды осының үстіне салып, араластырып, оның үстіне туралған саңырауқұлақтарымызды салып, жақсылап қуырып алатын боламыз. Дәміне қарай кішкене тұз салатын боламын. Жақсылап араластырамын. Иісі деген өте керемет болып шығады. Саңырауқұлақтарымыз осылай қуырып болған соң, отымызды өшіріп, ыдысымызға салып алатын боламыз. Енді пиязымызды турап алатын боламыз. Пиязды ұсақтап турап алатын боламыз. Одан кейін жаңағы табамызды алып, үстіне май құйып, қыздырып алып, пиязымызды салып, жақсылап қуырып алатын боламыз. Пиязымыз қуырылғаннан кейін үстіне тартылған етімізді салып, тағы да біраз қуыратын боламыз. Дәміне қарай тұз және қара бұрыш салдым. Жақсылап араластырып, қуырып алатын боламыз. Одан кейін кішкене томат пастасын салатын боламын. Томат пастасын салып араластырып, 1 штук чесногымызды салатын боламын. Жақсылап қуырып алатын боламын. Қуырылғаннан кейін үстіне жаңағы піскен дайын саңырауқұлақтарымызды салып, жақсылап араластыратын боламын. Клейгейлі соус болғандықтан үстіне мен клейгей қойдым, 20%, яғни сливке қостым. Барлық керек заттарды описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Үстіне кішкене теркадан өткен сырымызды қосатын боламын. Достар, қазақша контентті қолдап, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыра кетсеңіздер. Мен 1 стакан клейгей қостым, және де үстіне су қостым, кішкене қайнаған су. Біздің тамағымыз дайын. Енді спагеттимізді пісіріп аламыз. Қайнаған суымызға тұз салып, осылай спагеттимізді пісіріп алатын боламыз. Спагеттиміз піскеннен кейін тарелкамызға салып, үстінен болонезе соусын құйып, сырымызды теркадан өткізіп, ұсына берсек болады. Өте дәмді, ерекше жасалатын кешкі астардың бірі. Жасап көрсеңіздер болады, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Дәмі өте керемет болып шығады. Отбасымызбен томат пастасын ұнатпайтындықтан осылай клейгейлі соуспен әзірлеймін. Отбасымызға қатты ұнайтын тағамдардың бірі. Жасап көрсеңіз болады. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Сіздермен болған мен Айдана.